Армысыздар ағайындар, бармысыздар барлықтарыңызға. Мына Иссар қойдан жаңалығы. Мына 2025 7-нчі айдың 2-сі мына Қарияғаның үйіне келіп, Қашқарда келіп отыр, мына қошқарын көріп отырмыз. Мына нәтиже қанша жас қошқар? 4 жас қошқар қалды. Мына қошқар сатпайды екен. 200 мың сомның үстінде дейді. Бұның құны сатпаймын осы. Қозларын сатады баны. Осының қозларын сатып жатыр да. Былай айтқан кезде. Сол үшін мына қошқар ұстап енді ескеріп қойсын деп, міне Иссар қойдың көріңіздер қандай құдіреті екенін. Міне аттай тұр, аттай. Адам қорқады сенің айтқанда, өзімді қорқып тұрмын. Жүндеген керемет қыл. Міне Иссар қойдың ең ерекшелігі қай жерінде дегенде бауырластарымға өте дәу болады. Құйрықты және де міне жүндерді көрдіңіздер ма? Міне 4 жас қошқар дейді. Бұның әкесін бағанада көрсеткен. Менің шамам жетпей тұр. Сондықтан қадірменді ағайын, бұл Иссар қой. Мұның өзі 170 кг. Бой биіктігі 1 метрдің үстінде деймін. 1 метр 10 шығам екен? 1 метр 10. Міне осындай міне. Менің азыма кіндігіме келіп тұр мына жануар. Менімен бірдей болып тұр. Осындай Иссар қой түсінбеген бауырластар. Мұнаны көріп түсініп алыңыздар міне. Мал бағасыз ба? Осындай бағыңыздар. Қоздан алып бақсаңыз да осы 1-2 жылда осындай болады жануар. Кезбі қоятын мал. Сол үшін Иссарға деген танымдарыңызды жоғарылатыңыздар. Бұл қысы жазы ауа райға жақсы мақташатын және де ауа райға жақсы сіңісті болатын мал. Міне осында қорада бағып жатыр бұл жақта. Болып түк міне. Тұт.